Теңдеуді шешіңіз дейді. Жақшыларды ашыңыз, x-терін бір жинаңыз, сандарын бөлек жинаңыз. Сосын кәдімгі теңдеуді есептеңіз. Яғни мынада 6-ның 0,4-ге 2,4x болады. Ал 4-ның 0,4-ге көсеңіз 1,6x болады. Екеуі де плюс. Сондықтан қосып жіберіңіз. Мына 2,4x-ке 1,6x-те 4x шығады бірден. Енді сандарын 6-ны 3,2-ге көбейтіңіз, 4-ті 1,7-ге көбейтіңіз, сосын 0,7-дің барлығын жинақтап, оң жаққа 50-ге қарай минуспен шығарып жіберіңіз. Сол кезде бірден 4x тең болады деген бір теңдеу шығады. Сосын x таба саласыз, екі жағын 4-ке бөліп. Келесі, ондығында тұрған цифр бірлігінде тұрған цифрдан үлкен болатын қанша екі таңбалы сан бар. Мысалы, кез келген екі таңбалы сан 25. Ондығындағы цифр 2, бұл ондығы. Ал бірлігінде тұрған цифр ол 5. Бірлігі бізде 5. Енді бізге айтады, ондығындағы цифр бірлігінде тұрған цифрдан үлкен болсын дейді. 2 5-тен үлкен емес, ол кіші. Бізге мына 25-ке санды алуға болмайды. Яғни, екі таңбалы сандар бізде 10-нан басталады. Мысалы, 10, 11, 12, 13, 14, 20-дан басталады, 20, 21, 22, 23, 30-дан басталатын, 40-дан басталатын, 50-ден басталатын, 60-дан басталатын, 70-ден басталатын, 80-ден басталатын, 90-дан басталатын сандар бар, иә? Екі таңбалы сандар. Енді, олардың мына біріншісі, екінші цифрдан үлкен болатын, 10-дардан басталатын 10-ның өзі. Мысалы, 10-да 1 деген цифр 0 деген цифрдан үлкен. Иә? Бірақ 11, 12-лер келмейді, себебі мына екеуі тең, а мында уже 10-дығы бірлігінен цифрдан кіші болып кетеді. Сондықтан біз 10-дардың ішінен тек қана мына біреуін ала аламыз. Біреуін. 20-лардың ішінен. 20-лардың ішінен 20 кіреді. Себебі 20-ның 10-дығындағы 2, бірлігінде 0, 2 0-ден үлкен. 21 кіреді. 2 1-ден үлкен. 22, 23-тер кірмейді, себебі 22-де 2 тең, ал 23-те ол уже 10-дығы бірлігінен кіші болып кетті. Сондықтан бізде бұл жерде екеуін алуға болады. 20-лардың ішінен. 30-дардың ішінен 30-ды алуға болады, себебі 3 0-ден үлкен. 31-ді алуға болады, 3 1-ден үлкен. 32-ні алуға болады, 3 2-ден үлкен. Бірақ 33, 34-ді алуға болмайды, себебі нарада тең, нара кіші болып кетті. Сондықтан 30-дардың ішінен бізде 3-еу. Қараңыз, 10-дардан 1-еу, 20-лардан 2-еу, 30-дардан 3-еу, демек 40-дардан 4-еу, 50-ден 5-еу деп 60-дан 6, 70-ден 7, 80-ден 8, 90-дардан 9. Яғни олардың бәрін қосып есептеп шығыңыз. Сол кезде барлығы мына шартқа сай, ондығында тұрған цифр бірлігінде тұрған цифрдан үлкен болатын, қанша екі таңбалы сан екені шығады. Қосқанда да Гаусспен есептеңіз. 1 мен 9 қосыңыз 10, 2 мен 8 қосыңыз 10, 3 мен 7 10, сөйтіп қосуды есептеңіз. Оңай жолын. Бірден бастап қатардан 3000 натурал сан жазсақ, 2030 орында қандай цифр тұрады? Бірден бастап қатардан 3000 натурал сан жазсақ. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 деп бейт жаза берсек, ол 2030 орында қандай цифр тұрады дейді. Яғни бірінші орында 1 тұр, екінші орында 2, үшінші орында 3, төртінші орында 4, бесінші орында 5, алтыншы орында 6, жетінші орында 7, сегізінші орында 8, тоғызыншы орында 9, 10-шы орында 1 деген цифр тұр. 11-ші орында 0, 12-ші орында қайтып 1, 13-ші орында 1, 14-ші орында 1, 15-ші орында 2, 16-ші орында 1, 17-ші орында 3, 18-ші орында 1, 19-ші орында 4, 14 себебі кетеді, дұрыс па? Осылай, мына орындарын әрбір цифрды орынмен есептесеңіз, 2030 орында қандай цифр тұр? Яғни орында бір 3 таңбалы сан тұруы мүмкін. Мысалы, мынау 2000 былай болуы мүмкін. Мынау 2029 орын, мынау 2030 орын, мынау 2031 орын болуы мүмкін. Иә, әрқайсысы бір орыннан салады. Бізге 2030 орындағы тұрған цифрды атап беру керек. Иә? Қандай цифр тұр? Цифр ол 2030 болмайды. Цифр ол 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген 10 ғана цифр математикада. Енді, ең әуелі біз бір таңбалы сандарды жазамыз. Бір таңбалы натурал сандар, онда 9 штук. Міне, 1-ден 9-ға дейін. Олар 9 штук. Оларға неше цифр құртам? Мен олар жазу үшін мен 9 цифр құртам. Себебі былай ғой, 1-ден 9-ға дейін, олар 9 сан бар. Әрқайсына бір цифрдан жазсам, 9 цифр 9 орында алады бұлар. Бұлар 9 орында алады. 1-де 1, 2, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 9-ға дейін 9 орын алып тұр. Екі таңбалы сандар әрқайсы 2 орыннан алады. Мысалы, 10-ды жазу үшін 2 орын керек. Мысалы, міне 10-шы орын, 11-ші орын деген сияқты, иә? 10-нан 99-ға дейін неше екі таңбалы сан бар? Екі таңбалы сандар 90 штук. Себебі 99 тамыз 10, 89 қосу 1. 90 штук екі таңбалы санға 2 цифрдан берсем, 2 орыннан барлығы 180 орын алып кетеді, немесе 180 цифр керек олар жазып шығу үшін. Яғни 180-ші, мынау 9 орын алды, мынау 180 орын алды. Енді барлығын есептесек 189 орын кетті. Яғни 189-шы орында, бұлай 1-ден бастап жазатын болсам, 189-шы орында 99-дың 9-ы тұрады. 189, ал 188-ші орында мына 9-ы тұрады.
Ары қарай 3 таңбалы сандар кетеді. 3 таңбалы сандар бізде 100-ден басталады. 100-ден басталады. 999-ға дейін олар 3 таңбалы деп аталады, себебі олардың әрқайсысына 3 цифрдан тұртылады. Олар 900 штук. 999-дан 100-ді алып, 899 бір қоссаңыз, нарда 900 сан тұр. Олар 3 таңбалы, яғни әрқайсысына 3 цифрдан құртам. Сол кезде 2700 цифр кетеді барлығын жазып беру үшін. Ал мына 189-ын қосып жіберсек, онда 2889 орын алады екен. Бірден бастап 999-ға дейінгі жазып шықсам, 2889 орын алады екен. Ал маған 2030 орын керек. Демек, мен мына арада бір 999-ға жетпей, бір 3 таңбалы сандарға мына жерден іздеймін менің санымды нарда болатын 3 таңбалы сандар, басында соңғыдан айтқанмын. Енді, мен мына 2030-дан азайтамын 189-ды. 189-ды. Сол кезде мен бір таңбалы, екі таңбалы сандардың орнын бөліп қойдым деген сөз. 189 айтқанда мен бір таңбалы және екі таңбалы сандардың орнын бөліп қойдым. Яғни мен бірден бастап 99-ға дейін жазып қойдым деген сөз. Ал қалғаны мен үш таңбалыларға құртатын болғандықтан оларды үшке бөліп есептеймін сосын. Ал кеттік. 10-нан 9 1 қалады, мынарда 2, 12-ден 8 4 қалады, мынарда 9 қалды, 9-дан 1 8, мынарда 1 қалды. 1841. Иә? Енді 1841-ді мен 3-ке бөлем, бірақ 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша ол 3-ке бөлінбей қалады. Иә? Қалдықпен қалады. Яғни 18 3-ке бөлсем 6, 18 болады. 4 3-ке бөлсем 1 қалады. 11-ді 3-ке бөлсем, нарда 6 болды да 18 0 болып қалды. Нарда 1 3, нарда 1 қалды. 11-ді 3-ке бөлсем 3-тен берем. 9, нарда 2 қалдық қалады. Яғни мен 613 3 таңбалы сан жазып бере аламын. Бірден бастап 99-ға дейін жаздым ғой. Бірден бастап 99-ға дейін жаздымда, еще плюс 613 сан жазып бере аламын. 99-дан ары қарай. Яғни мына алғашқы 99-ға 613 қоссаңыз, 712 сан шығады. Яғни 712 санға жетеді, плюс еще 2 қалдықтың сөз 2 цифр қалады. Яғни қараңыз, мұнараға бұлай ғой, 2030 емес 2028-і, нарда 2 қалдық қалды. 2028-і 3-ке бөлсек, шығады біздің 613-іміз. 613-іміз шығады да, ол алғашқы 99 санға қоссаңыз, 712-ші санға дейін жазып береміз. 712 санға 2028-ші орында, 2028-ші орында мына 712-нің 2-сі тұрады. Демек, 2029-ші орында 713-тің 7-сі тұрады, 2030-ші орында соның 1-і тұру керек. Нарда 713 деген санның 1-і тұрады екен 2030-ші орында. Мынаны нетпесеңіз, дұрыс түсінбесеңіз, бізде бұндай арнайы тақырып бар, осы тақырыпқа арналған видео сабақ бар. Соны бір қарап шығыңыз, ол нөмірлеу деп аталады, нөмірлеу. Соны бір қарап шығыңыз. Ал біз ары қарай кеттік. Кітап сөресінде 4 томнан тұратын, міне былай көрсеткен, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші осындай жинақ бойынша кітап жинағы қатардан тұр. Әр кітап 200 беттен тұрады. Яғни былай 4-ке бөлсем, 4 кітаптар 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Көз алдыңызға елестетіңіз міндетті түрде, себебі ол сізге көмектеседі. Мына есепті жақсы түсінуге көмектеседі. Мына кітап жинағы тұр. Бұл сөйле тұратын құрт, осы кітапты 1-ші томның 1-ші бетінен бастап 4-ші томның соңғы бетіне дейін, мынаның 1-ші бетінен бастап мынаның соңғы бетіне дейін, 200-ші бетіне дейін тесіп шықты. Құрт барлығы неше бет тесіп шықты. Кітаптың қабығын санамайсыз, беттерін санайсыз, неше бет тесіп шықты, соны санайсыз. Енді қараңыз, кітапты егер сіз былай алсаңыз, бір кітапты осылай қойып көріңізші. Осын бері қарай тартыңыз. Сол кезде оның алды қайда, арты қайда? Кітаптың алды мына оң жағында тұрады. Алды. Сол жағында арты тұрады, яғни кітаптың соңы тұрады. Демек, бірінші кітаптың бірінші беті мына арада емес, бірінші кітаптың бірінші беті мына жерде. Ал төртінші кітаптың алды мынара болса, соңы мына жерде. Соңғы беті. Дұрыс па? Демек, ол мына бірінші кітаптың 200 бетін қозғамайды, және мына кітаптың 200 бетін қозғамайды. Ол мына ортадағы 2-ші том мен 3-ші томның 200 беттерінен тесіп шығады екен. Келесі есептеңіз, периодты қондық бөлшек, аралас периодты қондық бөлшек. Мынарда периодта қанша цифр болса, бөлшектің бөлінуі сонша 9 жазасыз. 9, мен соңына жазып қойыппын. 9
және мына аралас бөлігінде қанша цифр болса, аралас бөлігінде сөз мына үтір мен жақшаның ортасында. Сонша 0 тіркесі 13 па? 0. Себебі 100-ден 13 деп оқимыз ғой, иә. 2 бүтін алдында тұр бізде. Алымында мына барлық үтірден кейінгі сандан 137-тен, үтірден кейінгі барлық сандан жақшаға қарай 137-тен азайтасыз. Аралас бөлігін мына қайталанбайтын бөлікті 13-ті. Бұл аралас периодтық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру әдісі. Енді бөлу дейді, жақсы бөлу қылып қоя берейік. Дәл сол сияқты 9, мынау 0 береді. 90, барлық сан үтірден кейін 53, азайтасыз, мына 5-ті. Енді ары қарай сіз есептеңіз азайтуларын, сосын мынаны бұрыс бөлшекке айналдырыңыз, мына бөлуді көбейтуге айналып төңкеріңіз, қысқартатын қысқартыңыз, сосын барып жауапты табыңыз, көбейтіп.